Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Мен Дүйсенбаева Мөлдір Сенқызы, Алматы қаласы Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 12-ші мамандандырылған гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Бүгінгі сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы ғаламның ғажайып сандары деп аталады. Сабағымыздың мақсаты сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау, күтілетін нәтиже, ашық сұрақтарға жауап беруге қалыптасады, мәтіннен сан есімдерді ажырата алады, өзінің жаңа біліміне баға береді. Қайталау білім анасы өткен тақырыпты білу, үйрену мақсатында төмендегідей сұрақтарға жауап беріп өтсек. Аспанда қанша жұлдыз бар? Жұлдыздардың қозғалыс жүйесін қалай түсіндіресіңдер? Жұлдыздар мен жеке адамдардың арасында байланыс бар ма? Аспан денелерінің қозғалысын бақылап көрдің бе? Осындай лексикалық тақырып төңірегінде сұрақтар берілген болатын. Сіздер бұл сұрақтарды жақсы білесіздер. Себебі бұл біздің екінші сабағымыз өтіп отырған. Түсіну, яғни біздің тілдік бағдар бойынша грамматикалық тақырыбымыз сан есім, сан есімнің мағыналық түрлері. Сіздер сан есім туралы өткен сабақта хабардар болғансыздар. Бүгін мен түсіну мақсатында қайтадан естеріңізге сала кетсем. Жалпы сан есімнің мағыналық түрі өздеріңіз білесіздер, 6-ға бөлінеді: есептік, реттік, жинақтық, топтау, бөлшектік, болжалдық сан есімдер. Есептік сан есім заттың нақты, дәл санын білдіреді. Қанша, неше деген сұраққа жауап береді. Реттік сан есімдер. Есептік сан есімдерге ыншы, інші, нышы, ніші жұрнақтарының жалғану арқылы заттардың сандық ретін білдіреді. Жинақтық сан есім заттың жинақталған санын білдіріп, нешеу деген сұраққа жауап береді. Қазақ тілінде жинақтық сан есімдердің саны балалар 7. Оларға ау, еу деген жұрнақтар жалғанады. Топтау сан есім. Біркелкі заттар мен құбылыстардың мөлшерін топтап көрсететін сан есімдер. Олардың сұрақтары қаншадан, нешеден деген сұраққа жауап береді. Бөлшектік сан есім. Таза математикалық ұғымға негізделген сөздер, яғни бөлшектік сан есімдер құрамы жағынан тек күрделі болып келеді. Болжалдық сан есімдер. Болжалдық сан есімдер заттың санын дәл көрсетпей, шамалап, болжалдап білдіреді. Балалар, естеріңізге түскен болар. Енді біз сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Қолдану, оқылым тапсырмасы. 6-шы тапсырма. Мәтінді оқып, негізгі дерек көздерін анықта. Ортақ бір нүктені айналатын саны шексіз жұлдыздардың алапат үлкен жүйесі ғарыш әлемі немесе галактика деп аталады. Аспандағы жай көзбен көріп самсаған 6000 жұлдыз біздің галактика деп аталатын бір ғана бөлікке енеді. Біздің галактикада жай көзге көрінбейтін 2 миллиардтай жұлдыз бар деген болжам жасалды. Оған аспан күнбезін белдеулеп жатқан, шашырап төгілген сүтке ұқсас ақшыл жолақ та көреді. Бұл жолақты қазақтар құс жолы деп атайды. Күн жерден орташа алғанда 150 миллион километр қашықтықта орналасқан ғаламшар. Ол біздің галактиканың кішігірім жұлдызы. Жарық жер бетіне секундына 300 000 километр жылдамдықпен жетеді. Жарық бір жылда 9 триллион 460 миллиард 528 мың 405 миллион километрді құрайды. Осы қашықтық астрономияда бір жарық жыл деп аталады екен. Ғалымдар галактикалардың жасы 10-12 миллиардқа жуық жыл аралығын құрайды деп санайды.
Орталыққа жақын орналасқан жұлдыздар кәрі, ал шеткі орналасқан жұлдыздар жас жұлдыздар болып саналады. Көптеген жұлдыздарды олардың ғаламшарлары төңкеріп айналып жүреді. Күн айналатын ғаламшарлар мен денелер толығырақ зерттелген. Олардың қатарына 8 ғаламшар енеді. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Балалар, мәтінді түсініп оқыған болсақ, ары қарай тапсырма орындаймыз. Тапсырма орындамас бұрын мен, балалар, сіздерге бағалау критерийларын ұсынғым келіп отыр. Мәтіннен сан есімдер мен термин сөздерді теріп жазады. Дескрипторлар мәтіннен термин сөздерді анықтайды. Түрткі сұрақтарына жауап бере алады. Сан есімдердің мағыналық түрлерін ажыратады. Ой таразы, яғни дәптерімізге жазамыз, талдау табыс кілті, жазылым тапсырмасы. Осы 6-шы тапсырмада берілген сан есімдерді теріп жазамыз. Сан есімдерді теріп жазбас бұрын, мен осы мәтіннің мазмұнына сәйкес бірнеше ашық сұрақтар қойғым келіп отыр, балалар. Галактикада көзге көрінбейтін қанша жұлдыз бар екен? Күн мен жердің ара қашықтығы неше километр? Галактикада неше ғаламшар бар? Өзіңді тексер. Яғни, галактикада көзге көрінбейтін жұлдыздың саны 200 миллиардтай. Күн мен жердің ара қашықтығы 150 километр. Неше ғаламшар бар дейтін болсақ, галактикада 8 ғаламшар бар. Біз енді, балалар, осы мәтіндегі сан есімдерді таптық. Енді біз семантикалық картамен жұмыс жасамас бұрын, әдеттегідей тірек сөздерді таба кетсек, термин сөздерді. Яғни бұл мәтін тікелей астрономия ғылымымен байланысты. Термин сөздер галактика, аспан күмбезі, құс жолы, аспан күмбезі, астрономия, ғаламшар деп аталады. Жақсы, балалар, ендеше мына алдарыңыздағы мысалдарға назар аударыңыздар. 600 мың жұлдыз, 200 миллиардтай жұлдыз, 8 ғаламшар, 150 километр, 8 минут. Бізде бірінші мысалымыз есептік, екінші мысалымыз миллиардтай, 200 миллиардтай деп тұр, яғни бұл бізде болжалдық. 8 ғаламшар бар, бізде үшінші мысалымыз есептік, төртінші мысалымыз да есептік, бесінші мысалымыз да есептік екен. Жақсы. Келесі, балалар, жаңа білімді жинақтау. Оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулығымыздың 158-ші бетіндегі 10-шы тапсырмаға назар аударайық. Осында сан есімнің мағыналық түрлері берілген. Сөйлемдермен сәйкестіріп жазыңыз. Яғни, бірнеше мысалдар берілген, сол мысалдарға түсініп оқып, мән береміз. Мен оқып берейін бірінші мысалды. Жаңа оқу жылында кітапханашы мектепке 3000 оқулық әкелді. Біз 3-ші қабатта тұрамыз. Сендер 4-еусіңдер. 10-10-нан тізіле қалды. Есептің жауабы 2,3. Көрмеге жан-жақтан 100-деген адам жиналды. Балалар, мысалдарды оқып